Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен 5-ші сыныптың English Plus кітабының 28-ші бетіндегі An article about the places тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Сонымен бастаймыз. Комментарийге рахмет деп жазып кет. An article about the places дегеніміз екі мекен туралы мақала деген тақырып. Сонымен бірінші тапсырмаға назар аударайық. Look at the pictures in the books. Guess which adjectives in the books describe Hollywood in the USA, which describe Hollywood in the Ireland. Яғни мына сөздер, мына берілген төрт сөз, қайсысы Голливудты, Америка құрама штаттарындағы Голливудты және де Ирландиядағы Голливудты суреттейді. Сәйкесінше суретке қарап біз біле аламыз, қай қала бізде quiet, famous, noisy, small екен. Осы сөздердің аудармасына назар аударайық. Quiet бізде тыныш, famous атақты, noisy шулы, small кішкентай. Демек сәйкесінше бізде былай жауап береміз. I think Hollywood in the USA is noisy and famous because there are 167,000 people. Яғни мен ойлаймын, Америкадағы Голливуд өте шулы және атақты, себебі бұл жақта 167,000 адам бар. Ал Hollywood in the Ireland is quiet and small because there are 100 people. Мен ойлаймын, Ирландиядағы Голливуд ол тыныш және кішкентай, өйткені бұл жерде 100 адам бар. Арғарай кеттік. Үшінші тапсырма. Екінші тапсырмада жай ғана тыңдап тексер дейді, оның жауабы осы, ол әрине дұрыс болады. Үшінші тапсырмаға назар аударайық. Үшінші тапсырмада саған былай айтады. Оны оқымас бұрын, мына екінші тапсырманы мен саған оқып аударып берейін. Бастадық. Two different places with the same name. Екі түрлі мекен бір есіммен дейді. Яғни Голливуд, екеуі де Голливуд, біреуі USA ақшта, біреуі Ирландияда. Мынаның адам саны 167,000, мынаныкі 100 адам. Енді екеуін салыстырып көрейік. Hollywood in the USA is the part of the city Los Angeles. Америка құрама штаттарындағы ақштағы Голливуд ол бізде Лос-Анджелестің бір бөлігі. Hollywood is the fast and noisy place. Голливуд бізде жылдам және шулы мекен. The cinema studios are famous and sometimes there are film stars in the cafes and restaurants. Ол жақта кино студиясы өте атақты және де кейде әдетте бұл жерде бізде фильм жұлдыздары кафелерде, ресторандарда жүреді дейді. Their houses are very big. Олардың үйі өте үлкен. There are also some very expensive shops in Hollywood. Және де бұл жерде ең қымбат дүкендердің бірі бар. Ол бізде a bag Gucci is $1,000. Яғни Gucci сөмкесі $1,000 тұрады дейді. Арғарай, Hollywood in Ireland. Hollywood is a small, quiet village in Ireland. Яғни Голливуд ол бізде кішкентай, тып-тыныш ауыл Ирландиядағы. The houses in a village are small and there aren't any famous people here, but it is a nice place. Бұл ауылда үйлер кішкентай және де ешқандай да атақты адамдар жоқ, бірақ бұл өте жақсы мекен. There aren't any big shops or restaurants, but there are some interesting places near the village. Бұл жерде ешқандай үлкен дүкендер, ресторандар жоқ, бірақ бар қызықты жерлер ауылдың жанында. And the city Dublin is 42 kilometers from here. Және де Дублин деген қала 42 километрден кейін орналасқан екен. Енді үшінші тапсырманы қорықпай орындай береміз. Бастадық. Is Hollywood USA of part of Washington? Яғни Америка құрама штатындағы Голливуд ол Вашингтонның бөлігі ме дейді? Жоқ. No, it isn't. It is a part of Los Angeles. Жоқ, ол бізде Лос-Анджелестің бір бөлігі. Is it a village? Ол ауыл ма? No, it isn't. It is a part of the city. Яғни ол ауыл емес, ол бізде қаланың бір бөлігі. Is it quiet place? Ол бізде тыныш мекен бе дейді. No, it isn't. It is a noisy place. Жоқ, олай емес, ол бізде өте шулы жер. Төртінші сұрақ. Is Hollywood in Ireland a big place? Ирландиядағы Голливуд үлкен бе дейді. No, it isn't. It is a small place. Ол бізде кішкентай жер. What's near the village? Қаланың жанында не бар? There are many interesting places near the village. Бұл жерде бар көптеген қызықты жерлер ауылдың жанында дейді. Алтыншы. Is near a city? Is it near a city? Бұның жанында қала бар ма? Yes, it is. Я бар. The city Dublin is 42 kilometers from the village. Яғни Дублин ауылы, Дублин қаласы
42 километрден кейін орналасқан екен, ауылдан кейін. Ары қарай 4-ші тапсырма. Build the vocabulary. Which of these words are in the text? Which words are similar in your language? Can the guess your meaning? Яғни саған айтады, мына сөздерді берілген 10 сөздің қайсысы текстта бар дейді. Ол міне мен жазып қойдым текстта барларды. Ол бізде мінекей cinema, ол бізде studio, ол бізде cafe, restaurant and shop деген сөздер бізде текстта бар екен. Қалғандары жоқ екен. Енді which words are similar in your language? Сенің тіліне қай сөздер ұқсайды дейді. Ол бізде studio қазақшада studio, ол бізде cafe, ол қазақша кафе, disco, ол дискотека, ал мына cinema деген кинотеатр, ол сай келмейді. Парк, ол бізде парк бізде саябақ, ол сай келмейді. Ресторан, ол бізде мейманхана, сай келмейді. Airport, сай келмейді. Әуежай. Hotel, отель, яғни қонақ үй, ол сай келмейді қазақ тіліне. Shop, дүкен, мүлдем сай келмейді. Museum, мұражай, ол да сай келмейді. Және де қалғаны кафе, ол бізде сәйкес келеді. Міне жазып қойдым. Бірдей және де текстта бар сөздер. Ал 5-ші тапсырмаға келейік. 5-ші тапсырмада сендерге былай айтады. Ask and answer the question. Яғни мына сұрақтарға қойып жауап бер дейді. Біріншісі, are you city or village or town дейді. Яғни сен қаладасың ба, қалашықтасың ба, ауылда тұрасың ба дейді. Өзіңнің қалағаныңды жаз, өзің қай жақта тұратыныңды. Екінші сұрақ. Are there interesting places in your city, town or village? Сенің ауылыңда, қалаңда қызықты жерлер бар ма дейді. Мен өтірік жазып қойдым. Yes, there are parks, museums, cafes and restaurants. Иә, бар бұл жақта парктер, мұражайлар, кафелер, ресторандар бар дейді салдым. Are the houses big there? Бұл жақта үйлер үлкен бе дейді. Yes, the houses are big. Иә, үйлер өте үлкен дедім. Are the shops expensive? Дүкендер қымбат па? No, they aren't. Жоқ, қымбат емес дедім. What is your favorite place and why? Сенің сүйікті жерің және не үшін дейді. Мен былай жауап бердім. My favorite place is Central Park because there is a playground. Яғни менің сүйікті мекенім ол центральный парк, орталық саябақ, өйткені ол жерде ойнайтын жер бар деп жауап бердім. Енді сендерге сабақ ұнады деп ойлаймын. Ұнаса комментарийге рахмет деп жазып кетсең. Goodbye.